Мысалы көп адамдар ағылшын тілді мемлекеттерге барады. Көбісі Англияға барады, Америкаға барады, сосын ағылшын тілін мемлекеттік тілде қолданатын елдерге барады. Сондықтан сол варианттардың ішінен Малайзияны таңдадық. Өйткені біріншіден қолжетімді. Мысалы жаңағы бір ай визасыз өмір сүруге болады. Сосын екіншіден мұсылман мемлекеті, ол жағында ескеріп, тамақтану жағынан. Үшіншіден сол бұрында байланыстар болды. Сол келініміз арай оқып келгеннен кейін сол жақта сол кісілердің байланысы арқылы сол Роузға шығып, сол Роуз арқылы бізді Малайзияға барып 5 ай оқып келдік. Сондан мүмкіндік өте мол ғой қазір кезде. Бұрын біз тікелей байланыс ұшақпен болмайтын. Ташкент арқылы ұшатынбыз, Таиланд арқылы ұшатынбыз ұзақ. Мен көбінесе сол визам болған жоқ менде. Мен барып әр ай сайын шығып кетіп жүрдім. Кішкене ауырлау болды. Өйткені шығын бір айдан кейін шығып кетесіз. Екі рет Қазақстанға келіп кеттім, одан бір рет Таиландқа бардым бір айдан кейін, одан кейін Индонезияға бардым деген сияқты. Сөйтіп амалдап 5 ай оқыдым ғой. Ал егер визаңыз болса, мысалы виза алып алсаңыз тіпті жақсы, онда алаңсыз оқи бересіз. Екінші сұрағыма көшейін. Малайзияға келу тіл үйренуге қалай әсер етті сізге? Енді бір мақсат қойғаннан кейін, негізі Малайзияда жаңағы мектептер көп қой. Малайзия өзі бұрынғы Ұлыбританияның отары болған ел ғой. Бізде орыс тілі қалай қолданса, оларда сол екінші тіл ретінде ағылшын тілі солай қолданады, өзің көріп жүргенде. Орта бар, біріншіден. Екіншіден, барлық дүниеден шегеріліп, барлық дүниеден алшақтап, тек қана тілмен айналысасың. Өте жақсы, кәсіби түрде үйренуге. 5 күн оқисыз, түске дейін оқып, түстен кейін speaking club болады. Көшеде араласасыз. Өте көп мүмкіндіктер. Малайзия жалпы ауа райы ұнады маған. Ауа райы өте жайлы. Қыс жоқ. Өте жайлы жер. Малайзияда ағылшын қолдану деңгейі сізді таңғалдыра ма, осы білім жүйесі туралы? Енді бұл жерде білім жүйесі дегенде негізі британиялық үлгі ғой. Негізі мысалы бұл жерде Малайзия қазіргі Ұлыбританиямен байланысы өте жоғары. Білім жүйесі соған негізделген. Басқа да мен естуімше сол сот жүйесі, басқа да мемлекеттік жүйелер сол Британияның жүйесіне негізделген. Бұл жердегі ең бастысы мұғалімдерге байланысты. Мысалы бізге кейіннен сол native speaker дейді ғой, Америкадан келген бір мұғалім сабақ берді. Одан бір Жапониядан туған, бірақ Англияда тәрбиеленген бір қыз сабақ берді. Әртүрлі деңгейлерде. Сосын сол малайзиялық спикерлерді сабақ берді, бірақ көбінесе сол native speaker дейді, яғни Англиядан келген, сосын Америкадан келген спикерлер бізге жеңіл тиді, өйткені сөйлеулері ыңғайлы. Ал енді Малайзияның өзінің спикерлерінде бір акцент бар, малайзиялық акцент бар. Индиялық азаматтарда көп, олар тіпті түсіну қиын, өйткені олар тіпті жеңілдетіп сөйлейді, жаңағыдай тілді бұрмалап, өздерінің индиялық ағылшын тілдері бар. Сондан әрине мұғалімдердің сапасына байланысты, сосын әрине өзіңнің ынта жігеріңе байланысты ғой. Сіз үшін тіл үйренудің ең қиын тұсы қандай болды? Тіл өзі инемен құдық қазғандай дейді ғой. Тіл ол жалпы қиын нәрсе ғой өзі. Мысалы өзіңіз ойлаңыз. Бір мысалы мемлекеттің қалыптасуына мыңдаған жылдар кетеді, мысалы мыңдаған жылдар бойы оның тілі қалыптасады. Тіл деген ол тек қана сөйлеу емес қой, оның дүниетанымы, қаншама мыңдаған, миллиондаған атаулар бар сол тілде. Кейін ағылшын тілі басқа тілдерден сіңірген сөздері бар. 1000 жылдық тәжірибе, оны сен бір күнде үйрену деген ол негізінен бос сөз. Оған тынбай еңбектену керек. Қазір кезде көбінесе неде реклама жүріп жатыр ғой, бір айда үйретеміз, 2 айда үйретеміз. Бір айда ана лейблға көшесің, негізі оның бәрі негізінен ақша табудың амалы деп ойлаймын мен.
тіл ол кәдімгідей ине мен құдық қазғандай шаруа ғой. Өнімсіз, үнемі жаңағыдай үнемі тырбанып күнделікті қалдырмай үйреніп күніне 5, 6, 7, 8, 9, 10 сағат жұмсаған кезде ғана нәтиже береді негізінен. Күнде 15 минут үйрену деген ол мүмкін емес нәрсе негізінен. Сондан егер нәтиже шығарғың келсе, ол өзіңе байланысты ғой. Қаншалықты сен өзің осыған өзің алдыңа мақсат қойдың, мотивацияң қаншалықты күшті, соған байланысты. Ал егер мотивацияң болмаса, негізінен ол тілді үйрене алмайсың. Адамда мотивация болу керек. Мотивация деген бір мақсат болу керек та. Мысалы, не үшін үйренесің тілді? Мысалы, менің мақсатым мысалы анық болды. Мен мысалы ағылшын тілінде ақпаратты алғым келді. Және де ең бастысы мендегі ең ұлы мотивация ол ағылшын тілінде классикалық әдебиеттерді оқу. Үлкен мотивация негізінен. Соған мен талпынып жатырмын. Сондан ол тіл үйрену деген ол оп-оңай нәрсе емес негізінен. Ол адамға күш керек, қажыр керек, қайрат керек. Абай айтқанда қалыпты шыдамдылық керек. Абай айтады ғой, қайрат дегеніміз не дегенде? Абай айтады, тоқтаулық дейді, қалыпты шыдамдылық дейді. Сонда мен қалыпты шыдамдылық түсінбей жүрдім. Ол не шыдамдылық? Сөйтіп қалыпты дегеніміз өзгермейтін, тұрақты шыдамдылық. Тура ол тілге керек та, өзгермейтін шыдамдылық. Мысалы, біздің шыдамымыз көпке жетпейді ғой, мысалы. Бір күн айналсасын, 2 күн айналсасын, бір жұма айналсасын, одан кейін айнып қаласың, шыдамың жетпейді да, мысалы. Тіл қиын ғой, адам нәпсісіне ауыр тиеді. Одан да жаңағыдай жеңіл, Facebook қарап көріп кеткің келеді. Инстаграмға кіріп кеткің келеді, TikTokқа кіріп кеткің. Сөйтіп көрдіңіз, яғни адамға қалыпты шыдамдылық керек. Адамның қайраты шыңдалатын жер ғой, қайраты сынға түсетін жер негізі тіл үйрену деген. Сен мысалы басқа әлемнің бәрінен өзіңді шектеуің керек мысалы. Мысалы мен Малайзияда жүргенде бірде-бір қазақ азаматтармен араласқан жоқпын. Неге? Өйткені уақыттар білдім, егер қазақтармен араласаң, онда жаңағы тіл үйренуінің кедергі келтіретінін мен түсіндім. Кейбір мынау Америкада да кейбір адамдар да айтады ғой, Америкада 10 жыл тұрып ағылшынша білмейтін адамдар бар екен. Неге? Өйткені орыстардың өздерінің общиналары бар. Солармен араласады да, ағылшын тілін үйренбейді екен. Қажет емес. Өздерінің дүкендері бар, өздерінің аптекалары бар, мысалы. Сол сияқты сен бір алдыңа мақсат қойдың ба, сен қалған нәрселерден бас тартуың керек. Дисциплина дейді ғой, тәртіп дегеніміз сол ғой. Тәртіп дегеніміз ол өзіңе керек емес нәрселерден бас тарта білу, тоқтаулық, Абайша айтқанда. Яғни өзін тоқтата білу, нәпсіңді тежей білу, ол оңай шаруа емес негізі. Өзіңіз жасыңыздағы адамдарға қандай кеңес бересіз? Біз шектеулі әлемде өмір сүреміз ғой. Біз орыстың отары болдық. Шектеулі әлемде біздікі сол үңгірден шықпаған әлем ғой. Шын мәнінде Европада, жалпы мынау дамыған елдерде, мықты елдерде, Америкада, Европада адамдар өлгенше тіл үйренеді. 70-80-дегі адамдар сурет салып үйрене бастайды. Балетке барады. 90-дағы шалдар марафон жүгіреді. Бұл біз ғой өзіміз қартайтып жүрміз. Сонда ол жерде адамның жасы туралы әңгіме қозғаудың өзі біздің артта қалғанымызды білдіреді. Ағылшындар айтады, адамның жасы дейді, қартаю дейді, жаспен өлшенбейді дейді. Қартаю lost interest дейді. Яғни адам қызығушылығын жоғалтқанда қартаяды екен. Сонда қазақ өзі айтады ғой, тал бесіктен жер бесікке дейін дейді. Сонда мен өзім ойлаймын, адамның тіл үйренуі ол жасқа байланысты емес. Ол адамның қаншалықты жаны тірі адамның жаны. Өйткені жан құмары істемек біліп алмақ дейді ғой шәкәрім. Жан үнемі бір нәрсені білгісі келіп тұрады да. Ал егер жан емес адамның тәні жеңіп кеткенде жаңағыдай әңгімелер пайда бола бастайды. Ол не керек? Онда үйде жатпайсың ба? Кертіп, қазы жеп, қымыз ішіп, қарын сипап үйде жатпайсың ба? Не әуре деген ол дененің әңгімесі. Ал жан үнемі ол ізденісте. Жан құмары дейді ғой, істемек біліп алмақ. Бөгет бола береді дене салмақ. Бұл дененің әңгімесі ғой. Сонда ондайға назар аудармау керек. Неге? Өйткені біз де өтеміз бұдан. Бұдан өтеміз біз. Бұл да бір постколониалды синдром ғой. Яғни
шектеліп қалған, көп жылдар бойы басқа бір ұлттың қол астында, табан астында болған ұлттың ергежейлі дүниетанымы ғой. 80, 50, 60 жас, кәрі адамның жан қалауына жас әсер етпейді. Әрине тән қуаты азаяды, бірақ адамның көңілі қартаймайды. Сондықтан адам, ал енді бұл тіл үйрену, бұл жанның азығы, тәннің азығы емес. Тәнге керек жоқ сенің тіл үйрену. Тәнге сол бір кесе көже болса болды. Ағылшын еліне бастағаннан кездегі қандай өзгерістер болды? Әр сабақта өзің өсіп отырғанды байқайсың. Неге? Өйткені ол жерде мен тобымда жас жігіттер оқыды ғой. Қыздар оқыды, 17, 18, 16, Қытайдан, Сауд Арабиясынан, Африканың елдерінен келген жастар оқыды. Сен өзіңіз ойлаңыз, мен ішіндегі ең үлкен мен болдым. Солармен қалыспай, солармен жағаласып, күнде майдан ғой, майдан. Сондан сен, мен өзім ойлаймын, тіл үйрену ол майдан. Абай айтады ғой, майданға түспей бәйге алма деп. Адам майданға түсу керек. Майдан деген сенің ақылың, білімің, қайратың шыңдалатын жер. Жаңағыдай өсек айтып, өтірік бөсіп отыра беруге болады, мен андаймын, мен мұндаймын деп. Ол адам онымен өлшенбейді, адам майданға түсу керек. Ал әрбір майдан адамды шыңдайды. Тіл үйрену ол да майдан. Сенің қаншалықты өзіңнің қауқарың, жалпы сен өзің туралы айтып жүрген пікірлерің қаншалықты рас екендігін сен ісіңмен дәлелдейтін жер ғой бұл. Біз көп бос сөз сөйлейміз ғой. Мен ана тілді үйренгім келеді, мына тілді үйренгім келеді. Содан Сартр айтады ғой, адам өзінің қалауларымен немесе тілектерімен өлшенбейді дейді. Адам өзінің нақты іс-әрекетімен өлшенеді дейді. Сондан бұл тіл үйрену дегеніміз ол адамның дамуының бір парасы ол. Біреулер тіл үйренеді, біреулер сурет салып үйренеді, біреулер мысалы би үйренеді, 70-80-де йогаға барады мысалы. Онда тұрған не бар мысалы? Адамға мысалы Сорбонна университетінде, Францияның, мысалы 60-тан асып кеткен адамдар кәдімгідей күндізгі бөлімде оқиды. Неге? Өйткені өмір бойы жұмыс істеген, қол тимеген оқуға. Сол пенсияға шыққаннан кейін армандарын жүзеге асырып, мысалы Сорбоннаға түседі. 60-тан 70-ге кісілер. Ол норма Еуропада мысалы. Ол бізде 25-ге келмей шал болып, 30-ға келмей кемпір болған қыз жігіттер. Неге? Өйткені адамның арман күшінің, қуатының азайғандығынан, дене жеңіп кеткендіктен біз осындай күй кешіп жатырмыз. Әшірбек Муминов деген біздің атақты ғалымымыз, арабтанушы, Сорбоннаға барып университетке лекция оқуға шақырған, қарасам, ол кемпірмен шал отыр дейді. Зәрем ұшып кетті дейді, жастар қайда. Біздің студенттер осы деп айтты. Бізде Сорбоннада 60-тан 70-ге асып кеткен кемпір шалдар оқиды деп айтты дейді. Өйткені олардың конституциялық құқы деп айтты. Біз оларға шектеу қоя алмаймыз. Байқайсыз ба? Сонда біз өзіміз шектеу қойып отырмыз ғой. Мұхтар Шахановтың бір өлеңі бар ғой. Жер бетінде жел өшірген із аз ба? Өресіздің өрісі әркез тар болған, 30-ында кемпір болған қыз аз ба? Жігіт аз ба? 25-те шал болған дейді. Бізде сол 30-ға болып, 30-ға келмей жатып кемпір болып қалған, 25-ге келмей жатып шал болып қалған қыз жігіттер толып жүр. Сондан ондай сөздерге сен назар аударма, иә. Қазақ жастарына және ата-анаға ағылшын үйренуді неден бастау керек? Не үшін оқу керек? Мынау ағылшын тілден не деген сөз бар? Must have дейді. Must have деген сөз түсінесің ба? Must have дегеніміз ол должен иметь, яғни ол талқыланбайтын нәрсе ол. Ағылшын тілін білу қазір ол must have. Сосын must have дейді. Must have дегеніміз талқыланбайтын нәрсе ол. Ол норма ол. Ол туралы үйрену керек па, керек жоқ па деген әңгіменің өз артық ол. Must have, яғни ол норма. Ол сен ағылшын тілін білуің керек. Қазіргі мына заманда, мынау интернеттің заманында, мына ақпараттың үздіксіз, тосқауылсыз ағып жатқан ақпарат заманында, сен кәдімгідей мәдениетті адам болу үшін сен ағылшын тілін білуің керек. Сосын басқа тілдерді. Бұл жаңағы абайша айтқанда дүниенің тілі ғой қазір, дүниенің тілі. Ал сен дүниенің тілін білмесең, онда сен дүниені игере алмайсың. Сен сол тіл білген,
адамдарға өскен өркендеген елдерге сол құл болып жүресің, жалынышты болып. Абай айтады ғой, арсыздана жалынбайсың дейді. Сонда сен ағылшын тілін біліп алсаң, онда сен ешкімге арсыздана жалынбайсың. Қай кезде де мерейің үстем болады. Білім мыңды жығады дейді ғой, білімді. Сондан ол масхаф қазір. Содан кейін басқа тілдер, мысалы ағылшын тілін білгеннен кейін қазіргі кездегі дүниенің тілі болып ұмытылып жатқан, мысалы Қытай тілін мысалы үйренсе болады. Араб парсы ол біздің мәдениеттің тілдері, руханиятымыздың тілдері, араб парсы тілдері. Кімде-кім руханиятпен айналысса, онда араб парсы үйрену керек. Ал кімде-кім Европаның мәдениетін меңгеремін десе, онда осы ағылшын, француз, испан тілдерін, неміс тілдерін. Философиямен айналысатын адам мысалы неміс тілін үйрену керек. Неге? Өйткені философияның, неміс философиясын, Хайдеггерді, Витгенштейнді, жаңағы Виктор Франклды оқу үшін мысалы оригиналында неміс тілін білу керек. Неге білмеске? Мысалы өсек айтып отырғанша, мысалы біреудің өмірін талқылап, тіл үйренген жақсы ғой. Ал бір тілді үйреніп алғаннан кейін дейді, негізі мына мамандар айтады, ағылшын тілін үйреніп алдым да болды. Кейінгі тілдер оңайға түседі дейді. Неге? Өйткені сен тіл үйренген кезде өзінің жадыңды шынықтырасың. Ал адамның жады шынығып әбден мынау машық қабылданған деген, машық албаған, сен басқа тілдерді де оңай меңгересің дейді. Сонда қазіргі кезде полиглот деген сөз бар, 6-7 тіл білетінде. Соның бәрі жұрттың бәрі таңғалады. Ол айтады, таңғалатын түк те жоқ дейді. Бір тілді үйреніп алдың ба, қалған тілдерді үйрену оңайға түседі. Неге? Өйткені сенде тәжірибе жиналады, жадың жаттығады, тілдің логикасын түсіне бастайсың. Ал енді Европаның тілдері ұқсас бір-біріне, мысалы, герман латын тілдері. Қытай тілі қиындау. Қытай тілін меңгеріп алған адамға корей тілі, жапон тілі оңайға түседі дейді. Енді олар өздері туыстас, иероглифтер ұқсас. Енді араб пен парсы бір-біріне ұқсас, мысалы, екеуінде де жаңағы араб графикасын пайдаланады. Сондықтан қазіргі кезде жалпы адам өзінің қажеттілігін, егер мысалы сен руханиятпен айналысатын болсаң, қазақ руханиятымен тереңнен айналысатын болсаң, Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүрді, Жүсіпті зерттеймін десең, онда араб парсы білуің керек. Егер Европа философиясын меңгеремін десең, онда неміс тілін үйрену керек. Неміс және грек тілдерін үйрену керек. Негізі біздің қуатымыз сол тіл білуге байланысты болып тұр ғой. Егер біз грек тілін білсек, қазір мысалы сол Сократқа дейінгі, Сократтан кейінгі философтардың бәрін мөлдіретіп қазақшаға аударушы едік, мысалы. Ол бірде-бір әлі аударылған жоқ, бәрі орыс тіліне аударылған. Ол әлгі тауықтың сорпасын сияқты нәрсе ғой, басқа тілден аудару. Оригиналын аудару керек қой. Оған біздің әлгі біліктілігіміз жетпей жатыр. Біз сол әзіресе сол шыға алмай жатырмыз өз батпағымыздан. Біз осы жақта сетте осы кішігірім компаниямызды осылай жасап жатырмыз. Ой, бәрекелді. Study Education Travel деген. Ой, күшті ғой. Құтты болсын. Осы жақтан алғашқы сол студенттеріміз келіп жатыр. Келесі айларда оған осылай осы жақта келіп жұмыс істеймін, оқимын, тіл үйренемін деген адамдар болса, шекеме шығып жатса болады. Міндетті түрде көмектесіп қолымыздан келгенше әрине. Мәселесін шешіп беруге тырысамыз. Өте жақсы, сыртта жұмыс істеп, ақша тауып, қазақ экономикасына өлшеусіз үлес қосуға болатынын қазір дәлелдеп отыр. Мысалы, сол сыртта жұмыс істеген кезіндегі оңтүстік Кореяның азаматтары өздері кейіннен сол тәжірибесін жүзеге асырып, әлемдегі конкурентке қабілетті машина жасау индустриясын дүниеге әкелді. Кезінде солардың барлығы Германияға барып, Volkswagen шығаратын, Audi, Mercedes шығаратын заводтарда қара жұмыс істеп үйреніп келген адамдар кейіннен өздері қазіргі бүкіл әлемді жаулап алған Hyundai машиналарын дүниеге әкелді. Сол сияқты шетелде жүрген адамның өзі кішкене көзқарасы да ой өрісте тез дамиды ғой. Және Абайдың үлгісі сол. Абай айтады ғой, жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел дейді. Абай да айтады сөйтіп. Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел. Малың болса сыйламай тұра алмас ел. Қайратыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел дейді.
жат жерге кету деген ол ұлтты өсіретін нәрсе. Неге бізде көбісі ойбай қаңғып жүр дейді ғой. Жоқ, ол өтірік сөз. Дубайда өзбек ресторандары өте көп. Неге? Өйткені сол өзбектер кейінде даяшы болып барған өзбектер қазір ресторанның басшылары болып отыр Дубайда. Ол Гегельде бар ғой. Гегельдің философиясында құл дейді қожайынға айналады дейді, қожайын құлға айналады дейді. Бұл өмірдің диалектикасы сондай дейді. Бүгін құл болып келген адам ертең қожайынға айналады дейді.